Достар, бәріне сәлем. Бүгін менде свадебный торт 10 килограммдық. Іші кәдімгі классический бисквит. Ал начинкасына мен банан қостым. Свадебный тортты құрастыру үшін бізде ярустар бір-бірін ұстау үшін тортты бір күн немесе 2 күн тоңазытқышта сақтау қажет болады. Крем мен кож бір-біріне жақсы сіңу үшін. Менде қазір бір күн тұрды. Торттың барлығы мұнда менде 5 килограмм. Ал мұнда 3 килограмм. Сосын мұнда 2 килограммдық торт. Осы барлығын қазір бірге құрастыратын боламыз. Мен уже ганаш дайындап қойдым. Қазір үшеуіне жетсе үшеуіне, жетпесе екеуіне бірінші черновой вариант қылып. Енді екі ярусты бір-біріне құрастыратын боламыз. Ол үшін мен жаңағы уақытша қойылған шпажканы алып тастадым. Солай екінші ярусты соңғы ярустың үстіне қойып құрастырамын. Тойханаға осылай алып баратын болам екеуін бірге. Және осы екеуінің үстінен мен ұзын шпажканы қоятын болам. Ол ағаштан жасалған шпажка. 3 ярусты да сол бір шпажка ұстап тұратын болады. Менде торттың сырты ганашпен қапталғандықтан қолмен ұстауға өте ыңғайлы. Қолға ешқандай крем жабыспайды, өйткені барлығы қатып қалған, яғни шоколад болған соң құрамында. Қыздар, мен қазір тортты осылай қаптап алдым. Мұнда 2 ярус тұр, мына жерде 1 ярус тұр. Тойханаға барып енді екеуін құрастыратын боламыз.
тортты осылай тойханаға жеткізіп алдым. Бұл қазір тойхананың кухнясында. Жем-шидектің барлығын өзім үйден кесіп алып келдім. Кесіп, торттың шет-шетіне ганаштың көмегіменен жабыстырып шықтым. Біздің тортымыз осылай бітті. Егер де сізге осы тәрізді видеолар ұнаса, онда менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.